Біз бүгін сіздерге Алдыр Көсеннің әнін үйретпекшіміз. Бұл жетіге саналады. Басталғанда астыңғы шектегі сұқ саусағымыз 4-ші пернеде, үстіңгі шектегі 5-ші пернеде бас бармағымызды басып тұрамыз. Ендеше мен бір рет басынан ойнап берейін. Деп ойналады. Енді жеке-жеке әр сөйлемді үйреніп көрейік. Ал енді Алдыр Көсеннің алғашқы сөйлемін үйреніп көрейік. Міндетті түрде жетіге санап отырамыз. Міндетті түрде санап отырыңыздар. Бірге кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тағы да бір рет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бұл бірінші сөйлем. Екінші сөйлем дегеніміз дәл осыны қайталап жүресіз. Сонда былай болады. Бірінші сөйлем. Екінші сөйлем. Енді үшінші сөйлем. Міндетті түрде санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Өздеріңіз көргендей сәл қиындау. 1, 2, 3, 4. Дәл осылай сырғимыз. 7-ші пернеге 5, 6, 7. Енді бірге ойнап көрейік. Енді 4-ші сөйлем. Былай бастаймыз. Үсті 5-ші пернеде, асты 7-ші пернеде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тағы да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Міндетті түрде видеоны тоқтатып, өздеріңіз қалағанша қайталап алыңыз. Алдыр Көсеннің соңғы бөлімін үйренеміз. Бұл дегеніміз дәл солай жетіге саналады. Басынан көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тағы бір рет көреміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дәл осылай 3 рет ойнаймыз. Сонда былай болады. Деп 3 рет ойнаймыз. Одан кейін соңғысы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп аяқталады. Тағы да бұндағы басты қателік көбі керісінше ашып, жауып, ашып, жауып, ашып алады. Олай емес, керісінше. 1, ашық, жабық, ашық, жабық, ашық, жабық, ашық. Сонда 7 сөйлем болады. Міне біз бүгін Алдыр Көсенді үйрендік. Міндетті түрде видеоны тоқтатып, түсінбеген жерді қайталап үйреніп алыңыздар. Қазір мен сіздерге толық ойнап берейін, санап.
егерде үйреніп алсаңыздар, менімен бірге қосылып ойнап көрейік. Біреу, екеу, үш бітті, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Осымен бітті. Осымен үйретуіміз аяқталды. Келесі сабақтарда жүзгенше.